Барша қазақстандықтар үшін ескерту. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басыңыз. Наурыз айынан бастап Алматы электр станциялары инвестициялық бағдарламасына енгізілген өзгертулер мегаполистегі жеке және заңды тұлғаларға арналған тарифтерге әсер етеді. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында ұлттық экономика министрі табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті басшысы Әсел Буденова айтты. Спикердің сөзінше, тарифті инвестициялауға айырбастау бағдарламасын іске асыру 2024 жылға дейін көзделген. Биыл коммуналдық қызметтер тарифтері орташа есеппен 6%, халық үшін шамамен 9%-ға өседі. Сонымен қатар, ол өзгерістер бірыңғай сатып алушы үлгісін енгізу және қызметкерлердің жалақысын artıрудан тұратынын атап өтті. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең ұмытпайық.